Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз 10 топ қауіпті ағаш жайында айтамыз. Мансинелла, Флорида штаты Кариб теңіздерінің және Багама елдерінде әлемдегі ең улы ағаш ретінде кездеседі. Ағаштан бөлінетін сүтті сөлі теріні күйдіреді, өртесе көзді соқыр қылады. Әлемдегі қауіпті ағаш ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген. Сербера, Австралия, Мадагаскар, Азияның тропикалық аумақтарында кездеседі. Оны суицид ағашы деп те атайды. Ағаштың шырыны өте улы. Ол қанға түссе, жүректі тоқтатып тастауы мүмкін. Чили, Бухан, Таиланд, Вьетнам, Индия, Австралия елдерінде кездеседі. Оның тұқымын, жемісін қабылдаған уақытта өлімге әкеледі. Немесе бас айналу, аяқ-қол сал болып қалуы мүмкін. Дәрі-дәрмек ретінде қолданылады. Араукария медвила. Бұл ең улы ағаш. Мезозой кезеңінен бері сақталған мәңгі жасыл қылқан жапырақты ағаш. Оның қауіптілігі биіктен құлаған кезде адамға ауыр жарақат беруі мүмкін. Оның биіктігі 50 метр. Хура Америка континенттерінде кездеседі. Қорқынышты ағаш деп те аталады. Оның тұқым бүршіктері өте қауіпті. Олар пісіп жатқанда шумен ашылып, айналасына тұқым шашады. Тұқымы 40-45 метрге дейін ұшады. Шырыны өте улы, күйікке әкеледі. Асқазан бұзылысына әкеледі. Гимпи Австралия, Индонезияда өседі. Инесімен шағылған жері қабынып, тері бөртпеленіп жабылады. Мұрын ағып шөтел басталады. Жидекті тиіс. Бұл Европа, Азия, Африка, Ресейде кездеседі. Оның барлық бөлігі улы. Жемісін жеген адамның жүрегі тоқтап өлім құшады. Онымен қоса жануарлар да уланады. Чилилік пуя. Бұл тек қана Чилиде кездеседі. Адамдарға қарағанда жануарларға зияны өте көп. Тікенегі өткір, қатты. Оның арасына түскен жануарлар өлім құшады. Арбуз, бұршақ тұқымдас өсімдік. Асқазанға түскенде ауыр улануға ұшыратады. Бұл дәрі-дәрмек ретінде қолданыста бар. Онга, Жаңа Зеландия аралдарында кездеседі. Бұл ағаш діңі бар қалақайдың ең қауіпті түрі. Оның қорқынышты тікенегі улануға алып келеді. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.